Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен Дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеомызда сәуір жаңбырының шипасы жайлы айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып және пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Лингвистердің айтуынша сәуір сөзі араб тілінен енген, мағынасы өгіз деген екен. Ал жұлдыз айлары бойынша торпақ шоқжұлдызының атауы болып табылады. Бізге осы өгіз сөзінің керегі жоқ секілді. Қазақ бұлайды көкек деп атаған. Бұлай аталу себебі көктемнің бір белгісі көкек құсының алға шақыра бастайтын мезгілімен байланысты. Бұлайдың өзгешелігі құс үнінің ерекше байқалуы. Кейіндеу біреулер көкек жеңілтек құс, ол өз атын өзі шақырады, сондықтан осы сөз жағымсыз мәнде айтылады деп ай атауын араптан енген сәуірмен ауыстырған. Шоқан Уәлихановтың пайымдауы бойынша көкек жағымсыз құс емес, керісінше киелі құс. Бес биенің сабасындай бәйбішелер майы мол болады деп көкек қонған бұтақты алып, сүт құйған сабаға салып қоятын болған. Шынында да көкек өз атын шақырмайды. Ол ку-кук деп дыбыс шығарады. Сол дыбысты қағып алып, оған көкек деп ат қойып жүрген адамдардың өзі. Әйтпесе, ертекте болмаса өмірде құстың өзіне ат қойып жатқанын естіген біреу бар ма? Жарайды, бүгін бұл мәселені талқылайтын деп отырған жоқпыз. Сәуір айында бес қонақ, қызыр қамшысы, тобылғы жарған, отамал деген 4 амал кіреді. Жауын шашынды, желді, кейде боранды осы амалдар өтпей, жайма шуақты күндер басталмайды. Демек, бұл амалдар кәрі қыстың тұяқ серпуі секілді. Қазақтың сәуір болмай тәуір болмайды, сәуір болмай сайран болмас, сайран болмай айран болмас. Сәуір болса күн күркірер, күн күркіресе көк түркірер. Сәуір жақсылығына бақса 6 күн, жақсылығына бақпаса 60 күн деген сөздері осы себепті айтылған. Өзімізге жақын мысалдақ алайық. Сәуір айының 15-ші күні келмей, қаладағы көпқабатты үйлер жылудан ажыратылмайды. Демек, жаз шықты дегенге әлі сенім жоқ. Мұнан ұғатынымыз сәуір айы табиғатқа ерекше серпін, өзгеше өзгеріс әкелетін ай. Дінімізде сәуір жаңбырының адам ағзасына берер шипасының мол екендігі жөнінде де айтылған. Жыланның уы, балықтың інжуі, тіпті бал арасының балы да осы жаңбыр суынан пайда болады дейді. Ең таза судың сәуір жаңбыр екені өмір тәжірибесіменен дәлелденген. Бұл суды ішкен кісінің барлық ауруларына пайдасы бар. Сәуір жаңбырын алу тәсілі. Ыдыс биік жерге қойылады. Жаңбыр тіке ыдысқа түсуі керек. Жылғадан аққан су жарамайды. Алғашқы жаңбырды емес, екінші немесе үшінші жауған жаңбырды алған жөн. Ауадағы ластың тазаланғаны болуы керек. Сосын суды алғасын сүзіп алып қолданады деп тұжырымдайды ғалымдар. Мұхаммед пайғамбардың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын хадистерінің бірінде мені хақ пайғамбар қылып жіберген Алла тағалаға ант етейін. Баласы болмаған ер осы судан әйеліне ішкізсе, Алланың рұқсатымен әйелі жүкті болады деген сөздер бар екен. Олай болса, заманауи медицина сәуір жаңбыр неге қолданбайды? Өйткені олар шәкіртті 6 жыл оқытқанда Құран, хадисті қоспайды. Құранмен шипа беретін емшілер туралы айтсаң, келеке етеді. Ақылдыға сөз айтсаң, аз ойланып біледі, ақылсызға сөз айтсаң, тыңдайды да күледі дегенді осы жерге мысалдап жіберсек, мұнан әрі әңгіме арасы бұзылып кетер еді. Әр жылы сәуір айының 17-сі Алла тарапынан ағаштар мен шөптерге тұқымдар төгіледі. Бұлардың барлығы ғажайып сырлар. Міне Алла тағаланың жаратылыстағы жарату құдіретінде біз білмейтін көптеген сырлар мен хикметтері бар. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын бір хадис шәріпінде былай дейді. Жәбірейіл ғалейхиссалам маған сондай керемет дәрі үйреткені соншалық, ол дәрінің арқасында емшілердің дәрісіне мұқтаждық қалмайды. Сахабалар, ол дәріні бізге де үйрет, уа Алланың пайғамбары дейді. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сәуір жаңбырын жинаңдар.
оған 70 рет Фатиха сүресін, 70 рет Ықылас сүресін, 70 рет Фалақ сүресін, 70 рет Нас сүресін, 70 рет тәсбих дұғасын оқып, 7 күн үзбей таңертең және кешке бір стақан ішіңдер. Мені хақ пайғамбар қылып жіберген Аллаға ант етейін. Жәбірейіл ғалейхиссалам маған былай деді: бұл суды ішкен кісінің денесінен, тамырынан, сіңірінен, еттерінен ол кісіге қиыншылық берген ауруларын Алла тағала кетіреді. Ол кісіге денсаулық пен амандық береді. Тағы бір хадис шәріпте былай делінген: мені хақ пайғамбар қылып жіберген Алла тағалаға ант етейін, баласы болмаған ер осы судан әйеліне ішкізсе, Алланың рұқсатымен әйелі жүкті болады. Басы ауырған әйелі болған ер әйеліне осы судан ішкізсе, осы су оның жазылу үшін жеткілікті. Ішкен кісінің қақырығын кетіреді. Жел оған зиян бермейді. Жаман жағдайлар оған жоламайды. Бел ауруынан, қарын ауруынан еш арызы қалмайды. Алапес ауруына қорықпайды. Көкірек ауруына душар болмайды. Жүрегіне келген уәсуәса шығып кетеді. Менмендік, қызғаншақтық, тәкаппарлық, дұшпандық, ғайбат, сөз тасушылық сияқты рухани аурулардың барлығы дүниедегі барлық өткінші болғандар үшін Алла тағаланың рұқсатыменен пайдалы болады. Тафсир әл-Кабир, Фахруддин Рази. Сәуір жаңбырының жиналатын күндері Руми күнтізбесі бойынша сәуір айының 7-сінен бастап ай соңына дейін. Биыл милади жыл санауы бойынша сәуір айының 20-сынан бастап мамыр айының 13-не дейін. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеоны қызықты деп тапсаңыздар, пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.